өлімге қиған әріптес. 25 мамыр 2 полицей ажал құшты. 2 сәуір сұмдық жол көлік апаты. Вот водитель. Көксай ауылы тұрғындарының айтуынша бұл жағдайлар кездейсоқ емес. Тылсым күш пен тынымсыз әруақтардың ісі дейді. Вот от нее все. Қарғыстаған. Она ненавидит людей в форме. Көксайдағы құпия қандай? Тұрғындарды тыныштықтан айырған тылсым күштің қожайыны кім? Астарын ақтарайық. Бұл Көксай ауылында орналасқан 4-ші бақылау өткізу бекеті. Қарап тұрсақ, еш ерекшелігі жоқ көше қиылысы. Ерсілі қарсылы ағылған көлік, қаннан қаперсі жүріп жатқан тіршілік. Бұл жерге келуіміздің басты себебі Көксай ауылы тұрғындарының тың мәлімдемесі. Олардың айтуынша, аталмыш жерде күн сайын ақылға қонымсыз оқиғалар орын алады. Қырғын, төбелес, күнде, егер даже сводкадан қарасаңыз, күнде милиция келеді бұл жерге. Күннің күніне милиция келеді бұл жерге. Сол айтады ғой, проклятый, осы перекресток проклятый деп айтады. Гүлжазира Жұмабаева Көксай ауылының тумасы. Ес білгелі бұл жердегі ессіз тылсым дүниелерге қанықпын дейді. Үй осы салынғанына 10 жыл болды, 12 жыл болды. Үй уже полы бәрі шіріп, стеналары бәрі құлап сөйтіп жатыр. Бұл жерде негізі сондай жағдайлар болады. Көше қиылысындағы сан қилы тағдыр. Даңғылда болған жол көлік апаты кесірінен баласынан айырылған ана. Отағасын жер қойнауына ерте тапсырған жесір әйелдің зары. Отан үшін қызметте көз жұмған қос сақшы. Бұл көшедегі сұрапыл жағдайлар кездейсоқ емес, кесапаттан дейді кейіпкер. Бүгінгі болған жағдай, мына полицейский, 2 полицейский қайтыс болды. Бір полицейский в тяжелом состоянии. Соны ойлаймын да, осы жердің кесірінен да. Білмеймін, өлім шақырып тұра ма, жаманшылық шақырып тұра ма, осындай бір жер, осы жердің сондай бір нәрсесі бар. Осыдан 17 жыл бұрын Гүлжазира нәпақа табу үшін көше қиылысында дүкен ашады. Алайда саудасы жүрмейді, саудагерлері қашады. Осы магазин тұрған жердің өзі сондай, білмеймін, бір энергетикасы сондай ма. Негізі бұл жерде жұмыс істеген адамдар қашып кетеді, кетіп қалады, істей алмайды жұмыс. Кейін продавецтер де мазасын алады, қылқындырады продавецтерді. Тылсым күш саудагерлерді сауықтан айырса, дүкен иесінің есін шығарған. Істеп атқан адамдарда біреуді көрдік, бізге түнде келді, бізді қылқындырды, төбеде біреу жүрді. Сосын өзім істеген кезде де, бұл жерде тұрған кезде де мен көргем. Кәдімгідей мүйізі бар, ұзын, андай құйрығымен, андай мен есіктің алдында отырғанын көрдім. Қай жерден, магазин? Магазин артында көргем, өзім лично көргем. Ауладағы жақымсыз аура мен дүкендегі дүрбелең салдарынан Гүлжазира Жұмабаева қатты науқастанып қалады. Бұл жерде мен істеген кезде бір жыл ауырдым. Орнынан тұра алмай, қызым мектепке кетіп бара жатқан кезде аударып кетеді, қайтадан келеді мектептен былай қарай аударып кетеді, орнынан тұра алмайтын, ауыра беретін. Қанша почти 110 килограмм болдым ғой кезде ауырғанымнан. Көксай ауылындағы тылсым тыныштығымды бұзды деген кейіпкеріміз бұл жерден көшіп кетеді. У вас почка не работает, деді, анау болды, мынау болды, тексерілдім, больницадан шықпадым. Кейін бұл жерден көшіп кеткеннен кейін бәрі кетті. Енді қазір мына сестренкамда да сондай проблемалар болып жатыр, семья жағынан да. Сіңлісіне алаңдаған Гүлжазира бұл мекендегі мистиканы жойғысы келеді. Кейіпкердің өтінішіне құлақ асқан экстрасенс Заман Сыпатаев пен өзің мыстан санайтын қанша Көксайдың құпиясын анықтамақшы. Оқиға орнына келген мыстан әлдененің бар екенін бірден сезгендей. Мынау жерде көп адам жылайды. Очень много страданий. Ребенок перебегает дорогу, өліп қалған қазір. Они все здесь стоят сейчас. И мына жерде 30 шақты авария болған. 30 шақты. Черный джип я вижу перевернутый. Постоянно мынау жер как не сияқты. Үшбұрыш сияқты да, ортасы жердің асты ашық. И сол жақтан шығады да, как жертва сияқты алып кетеді. Кімдер шығады? Демоны выходят. Демоны. А неге олай болды?
Бұнда тағы да өлім болады. Мыстан өлім әлі бітпейді десе, Заман Сыпатаев аталмыш жердің энергетикасынан қорқу керек деп шорт кесті. Бір жерде айтатын нәрсем, бұл жерде энергиясы шынымен де аномальды өте. Өйткені мына жерде жер астынан өзінің энергиясына байланысты өлімдер. Бұл жерде өте көп өлім болған негіз. Және де айтып кететіндей мына жерде жаңа өлім болған. Не себепті бұл жер аномальды? Өлім жітім неге жиі болады деген сұрағымызға Ханша Мыстан былайша жауап қатты. Бұның бәрінің осы жердің кінәсі кімде десеңіз, ол мына үйде. Мына үйде? Да, здесь стоит женщина, русская стоит женщина, бабушка. Ей не нравится этот шум. Түсіндіңіз бе? Она умершая. Оған мынау ары бер ызғыған ұнамаған. Она любила тишину. Түсіндіңіз бе? Солай қарғыстаған. Осы жерде? Да. Сосын кейін у ней большая зависть. Кому? Адамдарға. Оған ұнамайды. Біреуде үйде бала туып жатса, қуаныш болып жатса, оған ұнамайды. Қазір бұл үйде даже ешкім тұрмайды. Білесіз ба неге? Неге он жерде тұрмайды? Здесь жить невозможно. Она шастает, ходит туда-сюда. Ол осы ашқан портал. Она сама... Она пригласила сюда демонов, чтобы адамдарға күн көрсетпесін деген. Солай тілеген, да? Мұнда түнде жүруге лучше не стоит, конечно. Ханша бұл сұмдыққа о дүниелік болған апаның рухын кінәлайды. Ал Заман Сыпатаев бір емес, мыңдаған адамның әруағы мазасыз дейді. Ең бастысы бұл ежелгі энергия. Бұл жерде аномальды. Өйткені бұл жерде ежелден бір адамдар жерленген орын болған сияқты бұл жерде осы жерде. Нақты осы жердің магазин тұрған арт жағынан және осы жолдың перекресток тұрған жерде астында. Экстрасенс көше қиылысында бейіттер болған дейді. Ал ауылдың іргетасы 1935 жылы қаланған. Бейіттердің болу-болмауы бізге беймәлім. Еще мынандайды бір уақытта кетіп отырады. Бір уақытта кетіп отырады. Арасында стройкой связано. 3 ай, 3 жыл, 3 күн, 3 апта. У вас проблемы от этого дома? От этого дома? Да. Здесь раньше жила бабушка. Да. Ей не нравилось, здесь шумят. Түсіндіңіз бе? И у ней так получилось, она страдала всю жизнь. Түсіндіңіз бе? И она не хотела, чтобы люди мындая бақытты өмір сүргісін қаламаған. Ол кісімен постоянно ұрсатын. Ол далаға шықса, мынау адам көрсе, жын ұстап тұрады. Сіз танитын бе едіңіз ол? Я ол апаны таниды. Постоянно бәрімен ұрсатын. Детей, қашан? Қанша уақыт тұрды? Қашан қайтыс болды? Оны даже білмеймін. Бірақ көрдіңіз. У вас здесь очень много слез. Слез было. А мына үйде жоқ. Мына жақтың бәрінде, бәрін үйінен өлік шығады әлі. Извините, конечно, да, но я скажу, да, как я вижу. Не істеу керек, көшу керек па? Мына жерден бала жүгіріп өткен, тоже қақ кеткен. Раньше было. Я племянницамызды қағып. Девочка. Да. Девочка. Сосын кейін я вижу, мына жерде 30 авария болған. Мыстан тілге тиек еткен апамен Гүлжамал Жұмабаева таныс боп шықты. Жалғыз тұрдың ол ей? Ол апа жалғыз тұратын. Қазір күліп жатыр сізге. Күліп жатыр? Естіп жатыр ол әйел? Да. Былай, қолы. Я Мало вам еще, мало. Почему неге десеңіз? Мына жерде поле еді ғой. Ол ешкілерін осы полеға бағатын. А біз стройканы бастап қойдық қой. Сіздер ұнамай қалдыңыздар? Сонымен бізбен ұрса бастады ол кісі. Бірақ ол кісімен я не конфликтовала никогда. Блок бекеттегі екі сақшының өлімі кездейсоқ емес, дейді Мыстан.
Білесіз ба, мынау болған жағдай, екі жігіт формеда, это не случайность. То есть бұл кісіге какие-то люди приходили в форме, она их ненавидит, понимаете? Экстрасенске жан тәсілім еткен қос сақшының суретін бердік. Мынау кісі. Ой, нехорошо как, а. У него столько планов было. Қаншама бұл кісі повышениеға бару керек болған еще. И бұл кісі анасын жақсы көреді. Жолдасын жақсы көреді. Жақсы кеңес бере алады. А мынау жігіт, он такой веселый. Сонда айтқан сағат 4-те. Кетекші деген, бізді кім біледі, кетекші, он чувствовал, да. А мынау кісі, он преданный работе, он сказал, нет, мы сейчас посидим, кішкене ұйықтасан ұйықтай бер, сосын кетеміз деген. Мынау жерде, конечно, жене тяжело будет. Қолына қос полицейдің суретін алған Ханша бұл өлімге де қиылыстағы апа кінәлі дейді. Вот от нее все. Қарғыстаған. Осы екеуін қарғыстаған ба? Она ненавидит людей в форме. Она давно умершая, Казжан, қарқылдап күліп тұр. Она обожает это, понимаете? Тағы да болады деп отыр. Мыстанның айтуынша қос сақшының оқиға орнынан ажал құшпай кетіп қалуға мүмкіндіктері болған. Алайда бұл жердің қарғысы жібермепті. Если бы чуть-чуть мына кісі бар ғой, он қырсықтауда кішкене. Чуть-чуть у них была возможность, да, уехать. Ешкім білмейді ғой, үйге барайықшы деді, да? Мынау кісі как будто. Мына жермей қойды уже, как уже мені қазір болады. Почему-то 6 часов. 5. Почему-то 6-да. 6 это число дьявола. Екінші экстрасенс Заман аномальды орынды көрсетті. Тура осы жерден басталған сияқты, аномальды орын. Тура осы жерден және магазин ар жағынан тағы да сол үйлерге қатысты. Үйдің ойылысы. Тура осы нақты осы жерден осы жерден өтеді. Өйткені бұл жерде адамдар өзін жаман сезуі мүмкін, өздері жаман түстер көруі мүмкін бұл жерде әрдайым. Бұл жерде білесіз ба қалай? Үстіңнен бүйтіп аттап өтеді да, мойнынан келіп бірақ қалқындырады. Қатысы бар ма бұл жерге? Бұл жерде кездейсоқтық бұл жерде. Бұл жерде кездейсоқтық. Дұрыс емес орында, дұрыс емес уақытта болған адамдар. Өкінішке орай, иманды болсын. Көксайдың құпиясын зерттеуге барған Мыстан, мұндағы тылсым күш көшедегі әрбір үйдің босағасына кіріп берекесін қашырады дейді. Бұл сұмдық, шындық па? Біз мән-жайды тұрғындардың өзінен сұрауды жөн көрдік. Они вот по этой улице шагают, каждый домға кіреді. И олар қалай кіріп кетеді, скандалы начинаются. Плита начинает гореть. Саламатсыз. Как дела? Все вкусы, да? Спал, что ли? Ну, я спал. Почему-то мен сіздің үйіңізде әйел адам көрмеймін. А зачем? Тез шаршайсыз ба? Үйде тез шаршайсыз ба? Түнде прям ештеңе сезбейсіз. Есігіңіз өзінен өзі жабылмайды, ашылмайды. Стуков не слышите, да, на улице? Нет. Осылайша тұрғын тылсым күштің барын жоққа шығарды. Сұрақтарға да жауап беруден бас тартты. Бұл жерге сізге даже қонақ та келмейді. Дұрыс па? Қонақ та келмейді. Қонақ ұзылмейді, кім айтса қонақ келмейді? Жоқ, мен солай көріп тұрмын, например. Көрсеңіз енді көресіз. Бұл жерге қонақ келмейді, сосын кейін бұл жерде продвижение жоқ, жолдардың бәрін жауып тастайды болды. И сосын кейін сіздің өзіңіз үйде бәрін бытшытын шығарып ұрсып, сізден басталып даудың бәрі үйде. Бәрі Алланың болатынсыз қандасым. Сіз кімсіз өзіңіз? Мен Ханша. Ханша. Сіз көріп келсіз бар? Мен Мыстанмын. Мыстан. Бәлемгер сізден келеді екен оғанда жақсы сау болыңыз. Келесі үйге бет алғанымызда Мыстан жаман энергетиканы бірден сезді. Үй тұрғындарының ішімдікке өстігін айтып, тіпті алда өлім болатынын болжады. Ой, мынау жерге енді прям кәдімгідей кіреді. Они и на крыше, и в этом ауласын бәрінде қап-қара. Бұл жерде жігіт өлген жоқ па?
Осы жақында өледі. Им это через боку выйдет, то, что они бухают здесь. Не көрдің? Қашан? Ешнәрсе көрген жоқпын. Сендер неге ішесіңдер? Қайда? Мында. Сендер жиналып мына жерде ішесіңдер ғой. Свой дом, я что делаю? Вот ты свой дом, они все к тебе приходят сюда. Вот эти темные силы, сущности. Если вы не прекратите пить, мында бір ер адамның қаны шығады. И что вы видите, какой образ? Можете подсказать? Потому что я слышала про это. Можете сказать? Знаете как? Человечий рост, потом как собака заходит черная. Это сущности. Ешқандай тылсым ештеңе білмеймін бұл жерде. Ондай даже көрген де емес, естіген де емес. Экстрасенс Заман Сыпатаев аномальды орындағы әруақтарды тыныштандыру үшін жыл сайын құрбан шалу керектігін айтады. Ал қанша құрбандықпен еш нәрсе шешілмейді. Бұл жердегі жаман энергетиканы жою үшін қара тас орнатып, арнайы ритуал жасау қажет деді. Көксай ауылы тұрғындарының өтініші бойынша жасалған астарлы ақиқаттың арнайы шығарылымы осымен тәмам. Тылсымға сену-сенбеу һәм таразылау әркімнің өз еркінде. Себебі өмірдің өзі таразы.